Саламатсыздар. Бүгінгі мына желі қолданушылар, енді бүгін біз мынау мемлекеттік қызмет көрсету түрлері аясында, яғни бүгін мынау соттылықтың болу немесе болмауы туралы анықтаманы беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бойынша түсіндірме беріп өтеміз. Жалпы мемлекеттік қызмет көрсету Қазақстан Республикасы бас прокурорының 2015 жылғы 27 шілдеде 95 бюроына сәйкес жүргізіледі. Енді негізгі ережелеріне келетін болсақ, бұл соттылықтың болу немесе болмауы, бұл мынау құқықтық статистика және арнайы есептер жөніндегі комитетімен беріледі. Енді мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі, жалпы мемлекеттік қызмет көрсетудің бұл, яғни мерзіміне тоқталатын болсақ, бұл мемлекеттік корпорацияға құжаттар тапсырған сәттен бастап, яғни 10 минут ішінде, қосымша жүргізуді қажет ететін болса 5 жұмыс күні ішінде, ал шетелге шыққан жағдайда 5 жұмыс күні ішінде, яғни қызмет көрсету жүргізілетін болады. Жалпы қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 15 минут болып белгіленген. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсынудың нысаны, яғни электрондық және қағаз түрінде жүргізіледі. Сондай-ақ мемлекеттік яғни көрсетілетін қызмет бұл түрі жеке тұлғаларға, яғни тегін болып белгіленген